Оқушылар, бүгінгі біздің тақырыбымыз жай бөлшектер, жай бөлшектердің оқылуы мен жазылуы деген. Енді жай бөлшек дегеніміз не? Ол сандардың мынандай түрде жазылуы. Қараңыздар. А бөлінген Б түрінде жазылуы. Мұндағы А дегеніміз бөлшектің алымы деп аталады. Жай бөлшектің алымы. Бөлшектің алымы. Ал В саны ол бөлшектің бөлімі. Бөлшектің бөлімі. Бөлшектің бөлімі. Енді қараңыздар. Бізде бөлшек келтірген. Міне бөлшек, жай бөлшекке мысал келтіріп тұрмын. Екі сурет беріп тұрмын. Біріншісінде ромбик белгіленген. Ромбик екі бөлікке бөлінген. Мынау бірінші бөлігі, міне. Бірінші бөлік, ал мынау екінші бөлік. Енді қараңыздар. Бұл екі үлеске бөлінген деп те айтуға болады. Екі үлес. Бірінші үлесі мынау, екінші үлесі мынау. Ал мынау төрт бөлікке бөлінген. Төрт бөлікке бөлінген. Оның әрқайсысы мынау. Мына бір бөлігі бір үлес құрайды. Мынау екінші үлесін құрайды мысалы. Мынау да бір үлес құрайды. Мынау да бір үлес құрайды. Мынау да бір үлес құрайды. Яғни төрт үлестен тұрады. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші үлестер бар, төрт үлеске бөлінген. Енді қараңыздар. Бізде мынау бүтін ромбик ол 1 деген санға тең болады. Яғни бүтін көбіне біздер бүтін нәрселерді 1 деп аламыз. Ал енді бүтін нәрсеміз біздің нешеге бөлініп қалды? 2-ге бөлініп қалды, сондықтан оның әрбір үлесін, мына бірінші үлесін біз 2-ден 1 деп жазамыз. 2-ге бөлінгендіктен. Ал мына екінші үлесін ол да тағы да 2-ден 1 бөлікті құрайды. Енді қараңыздар, мына жерде мына бір үлесі дөңгелектің. Ол неше бөлікке бөлінген? 4 бөлікке бөлінген. Онда олай болса, оның әрбір үлесі 4-тен 1 бөлікті құрайды екен. Сонда қараңыздар. Бірінші үлесі 4-тен 1 болады. Келесі үлесі ол 4-тен 1 болады. Келесі ол да 4-тен 1 болады. Келесі үлесі ол да 4-тен 1 болады. Енді қараңыздар, бөлшектің алымы дедік, және бөлшектің бөлімі дедік. Ал ортасында тұрған сызық, ол бөлшек сызығы деп аталады. Келтіріп қойын, бөлшек сызығы. Бөлшек сызығы. Бөлшек сызығы. Енді қараңыздар, қандай сандарды бөлшек түрінде жасаламыз? Мысалы қараңыздар. Біздер 2 бөлінген 4 деген сан болсын. Олай болса, ол жай бөлшек түрінде жазылса 2 бөлінген 4 түрінде жазылады. Яғни бөлшектің бірінші тұрған бөлінгіш, содан кейін бөлгіш бар ғой. Бөлінгіш бізде бөлшектің алымы болады, ал бөлгіштеріміз біздің бөлшектің бөлімі болады. Тағы да мысал келтірейік. Мысалы 8 бөлінген 2. Ол тең болады 8 бөлінген 2 деген сан. Енді сіздердің оқулықтарыңызда мысалы мынадай мысалды келтірген. 351-ші есепте мысалы 7 деген санды 7 бөлінген 12 деген сан беріп қойған. Яғни 2 санның бөлінісін беріп қойған. Бұл жерде біз жай бөлшек түрінде жаз дегендіктен біз 7 бөлінген 12 деп жаза қоямыз. Ары қарай кеттік. Келесі, осы жай бөлшек түрінде берген, мысалы астында екінші есепті қарайтын болсақ, бөлінді түрінде жаз дейді. Бөлінді түрінде деген сөз мына түрде міне. Жай бөлшек түрінде жаз десе мына түрде болады. 4 бөлінген 7 деген жай бөлшек кіріп қойған. Біздегі бөлшектің алымы ол 4-ге тең болып тұр, бөлімі 7-ге тең болып тұр. Жай бөлшекті оның бөлінді түрінде жаз дейтін болса, онда бірінші бөлшектің алымын жазамыз, яғни 4-ті жазамыз. Содан кейін бөлу дейміз деп, яғни бөлшек сызығының орнына бөлу деген амалды қоямыз. Сосын 7 дейміз. Болды. Енді бізде кей есептер былай берілуі мүмкін. Осы біз жай бөлшекті бөліндеріне жай бөлшек түрінде жаздық, және жай бөлшекті бөлінді түрінде жазып үйренттік. Енді қараңыздар. Келесі тапсырма бізде 357-ші тапсырма, ол мынадай түрде болуы мүмкін. Мысалы, 2 санын жай бөлшек түрінде жаздық.
357'nin birincisinde. 2 тең болады дейді. Жұлдызша бөлінген 3 дейді. Енді қараңыздар. Қандай санды 3-ке бөлген кезде 2 шығады. Яғни ол сіздерге белгілі. 2 тең болады дейсіздер. Бөлшек сызығын сызасыздар. 3-те жазып қоясыз. Енді мына жерде жұлдызшаның орнындағы санды табу керек. Ол 6 болады. 6-ны 3-ке бөлсеңдер, сіздерде 2 шығады. Келесі. Мынадай. 2 тең болады 14 бөлінген жұлдызша дейді. Жұлдызшаның орнындағы сан табу керекпіз. Яғни, бұл жерде 2 тең болады дейміз. 14-ті нешеге бөлген кезде 2 шығады? Ол 7-ге бөлген кезде. Яғни біз ол есептерді үй тасымасына берілетін есептерді осылай шығарамыз.